Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде мәтін оқимыз және аударамыз. Мәтін The Snowflake Man деп аталады, қысқа ғана. Негізі дәл осы атауда кітап бар. Ол кітаптың авторы Дункан Бланшар, атмосфера ғылымдарын оқыған және өз кітабында Уилсон Бентлидің өмірбаяны туралы жазады. Міне қазір осы тексттан Уилсон Бентли кім екенін білетін боламыз. Сонымен мәтіннің тақырыбы The Snowflake Man. Мұндағы snow деген қар білеміз, ал snowflake дегеніміз ол қар ұлпасы, немесе басқа сөздіктерде қар бүртігі, қар ұшқыны деп жазылған. Ал Google аудармада снежинкалар деп келтірілген. Бірақ қазір текст аудару барысында оны қар ұлпасы немесе жай ғана қар деп аудара береміз. Жазып алайық. Snowflake. Қар ұлпасы. Ары қарай бірінші сөйлем. Wilson Bentley was born in America in February 1865. Wilson Bentley was born туылған in America, Америкада ақпанда 1865 жылы. Яғни Wilson Bentley 1865 жылы ақпанда Америкада туылған. Мұнда жылды атаған кезде екіге бөліп айтамыз. 1865 екіге бөліп. February, дыбысталуы February. Және аяттары әрқашан бас әріппен жазылады ағылшын тілінде. Сосын was born. Was born бұл passive voice. Passive voice грамматикалық конструкциясында келтірілген. Осыған тоқталайық сәл. Мұнда passive voice деп отырғанымыз қазақша ырықсыз етіс. Ал орыс тілінде страдательный залог немесе пассивный залог деп аталады. Ол егер біз субъекттің кім екенін білмесек, яғни іс-әрекетті жүргізуші адам кім екендігін білмейтін болсақ, осы passive voice қолданамыз. Біріншіден, ал екіншіден, егер іс-әрекетті жүргізуші адам немесе субъекті айту маңызды болмаса, немесе объектке қарай көп фокус жасағымыз келетін болса. Мысалы, ескі бір үй, ол үй 200 жыл бұрын соғылған дейтін болсақ, біз кім соққанын білмейміз. Мысалы, сонда айтамыз the house was built 200 years ago. 200 жыл бұрын соғылған. Кім соққанын айтып тұрған жоқпыз. Себебі бізге белгісіз. Немесе біз біліп тұрсақ та, оны айту маңызды емес болып тұр, өйткені бізге нақты үйдің 200 жыл бұрын соғылғандығы ғана маңызды болып тұрғандықтан. Сол сияқты мұнда да was born деп отырғаны туылды. Яғни оны туды. Оны да жазып алайық мұнда. Was born туылу. Туылды немесе туылды деп келтірейік. Сен қай жерде туылдың деген сұрақ. Дәл осы сөзбен де қолданылады. Қай жерде, қайда, where, сен ол you. Егер you болса, were көмекші етістігі, to be етістігі ғой, мұнда was деп отырмыз. To be етістігінің өткен шақ формасы. Were қолданады. Where were you born? Сен қай жерде туылдың? Дыбысталу бойынша бірінші сөз where деп аталады. Where, бұл were. Егер қазақша транскрипциясын жазатын болсақ, where, мұнда were. Қазақша өге жақын дыбыс. Where were you born? Мен Алматыда туылдым деген сөйлем I was born. Яғни I болса was жазылады, ал you болса were қолданамыз. I was born in Алматы. Ал бұл туылу деген сөз. Ал туу немесе босану деген сөз
want'та жазайық, ол give birth. Give birth деп аталады, ол босану. Сөйлем құрастырайық. Менің әпкем кеше босанды. Онда былай болады. My sister gave, өткен шақ, gave birth yesterday. Жалғастырамыз. Осы бойынды белгілеп қойайық. Екінші сөйлем. His parents were farmers. Оның ата-аналары фермерлер болған, немесе шаруалар болған. Міне мұнда were қолданылып тұр, себебі parents көпше, көпше зат есім. Бұнда түсінікті. His parents were farmers. He liked snowflakes when he was a boy. Ол қар ұлпаларын ұнатқан. Ол бала кезінде, яғни ол бала кезінде қар ұлпаларын ұнатқан. Осымен бірінші абзац болды. Келесі. When he was 15 years old, his mother gave him a microscope. Ол 15 жасында анасы оған микроскоп берді. Міне жаңаға етістік біз қараған. Give, да gave өткен шақта тұр. Бұл да түсінікті. He looked at the snowflakes through the microscope. Мұнда through деген шылауды жазып алайық. Through деп отырғанымыз арқылы. Ол қар ұлпаларын микроскоп арқылы көрді. Бір сөз жаттаған, мұнда бір сөз болды. Мұнда through. Арқылы. Бір сөйлем құрастырайық. I looked through the window. Мен терезеден қарадым, немесе терезе арқылы қарадым. Мұнда терезеден қарадым деген сөз. He wanted to draw them. Мұнда, ол қар ұлпаларын микроскоп арқылы қарады, және ол олардың суретін салып алғысы келді. Draw, суретін салу, want, қалау. Екеуінде жаза салайық. Енді келесіде текстті аударатын болсақ, бұл сөздерге тоқталмаймыз. Want, қалау, және draw, сурет салу. Өткен шақ формасы drew. But it was very difficult to draw a snowflake because it melted very quickly. Мұнда екі жай сөйлемнен тұр. But it was very difficult to draw a snowflake. Мұнда келесі бағыныңқы сөйлем басталды. Because it melted very quickly. But деген отырғанымыз. Бірақ өте қиын болды. Қар ұлпаларын суретке салып алу өте қиын болды. Байқап тұрсырады, сөйлем қалай басталған. It was very difficult. Яғни, қазақ тілін етқан кезде біз бірден айтуымыз мүмкін. Қар ұлпаларын суретін салу қиын болды. Және ағылшын тіліне аудару барысында ол қиындық тудыруы мүмкін. Өйткені тура аудармамен айтып кетуіміз мүмкін. Дәл сол сияқты орыс тілінен аударғанда да сондай қателік кетуі мүмкін. Бірақ бұндай сөйлемдерде мұнда субъект болу керек міндетті түрде, сол үшін it қолданылады. Бұл сөз ауа райына қатысты мысалы қолданылады. Қазақ тілінде атаулы сөйлемдер болады, олар бір сөзден тұратын сөйлемдер, орыс тілінде де бар ондай сөйлемдер. Мысалы, көктем, немесе суық, немесе ауа райын сипаттаған кезде ағылшын тілінде it пен басылады. It's cold, суық. It was December.
желтоқсан айы болған. Міне мұнда да бар, it was very difficult. Бірақ өте қиын болды суретін салудың. Себебі it melted very quickly. Мұнда melted деген жаңа сөз болуы мүмкін. Melt деп отырғанымыз еру. Ал quickly жылдам, тез. Яғни қар ұлпалары тез еріп кетті, және сол сурет салдыруға қиындық тудырды. Melt. Еру. Quickly. Жылдам, тез. Немесе тез. Жай ғана quick болуы мүмкін. Quick болса, ол сын есім, а quickly болса, ол үстеу. Quickly – быстро, quick – быстрый. So he began to take photographs. So, сондықтан, he began to take photographs. Ол суретке түсіре бастады, фотоға түсіре бастады. So деген сөздің өзі бірнеше аудармасы бар. Мысалы, сондықтан, және осындай, немесе белгілі бір сөйлемді бастау барысында so деп бастайды. So he began to take photographs. Суретке түсіре бастады, фотоға түсіре бастады. Photograph деп тұрғаны фото, ал фотограф адамның өзі photographer болады. Photograph фото, photographer фотограф. Began ол beginнің екінші формасы. Ары қарай кеттік. It was difficult to get a good photo of a snowflake. It was difficult. Тораман жақтағыдай басталды. It was very difficult. Өте қиын болды. To get a good photo of a snowflake. Snowflake қар ұлпасының фотосын, жақсы фотосын түсіру қиынға соқты. Difficult да жазып аламыз. Difficult қиын. Ал антониммен бірге жазылайық. Оңай. Easy болады. Difficult. Антоним easy. Сын есімдер туралы бөлек видео түсіргем. Каналдан тауасаңыз болады. Ағылшын тіліндегі жиі кездесетін сын есімдер деп атадым. Шатаспасам, екінші видео. Ары қарай, he tried and tried and tried. Try тырысу. Ол бірнеше рет тырысты, және тағы тырысты, және тағы да көрді. Бірнеше рет фотоға түсіріп, жақсы сурет шыққанша. Try. Тырысу, көру. Пытаться, стараться болады орысша. Бірнеше рет қайта көрді. He tried and tried. Why әрпі түсіп қалды, байқадыңыздар ма? Why айға өзгерді иде жалған кезде. Бұның бәрі өткен шақта жазылған, өткен шақта possible бойынша жақында видео болады. Finally, after many experiments, Wilson Bentley photographed his first snowflake on the 15th of January 1885. Finally, ақыры, немесе әйтеуір, бірнеше тәжірибеден кейін, after кейін, Wilson Bentley photographed his first snowflake. Өзінің ең алғашқы, ең бірінші қарды, немесе қар ұлпасын суретке түсірді. 1885 жылы 15 қаңтарда. Мұны жерден айтайық, after, ол кейін, антониммен жазайық. Сонда еске жақсы сақталады, және бірден екі сөзді жаттап аламыз. After. Кейін болса дейін before. Және бірнеше эксперимент немесе тәжірибе. Wilson Bentley photographed his first snowflake. Many бірнеше. Және many деген сөз ол саналатын зат есімдермен қолданылады. Мұнда экспериментал саналатын зат есім, саналмайтындармен much қолданылады. Бұл туралы да бөлек тақырып болады. Wilson photographed his first snowflake. Мұнда,
жазылып тұр, тек жай ғана 15, 15 January. Бірақ айтылған кезде the 15th of January деп айтылады. Себебі осылай қысқартылады. Бұнда 15-ші қаңтар болғаннан кейін ол реттік сан есіммен жазылған. Реттік сан есім ағылшын тілінде th пен көрсетіледі 15-ші. Мұнда жанында жаза салайық. The және әрқашан реттік сан есімдердің алдында the артиклі қойылады. The 15th th of қойылу керек міндетті түрде мұнда. Of January. Бұрын мектепте осылай жазатын ек қой. The 15th of January. Және мұнда да бөлініп айтылады, 1885. Мұнда да бір реттік сан есім тұр. First, бірінші. Оның алдында the тұрған жоқ, өйткені his, оның бұнда тәуелдік есімдігі тұратын болса, the артиклі керек емес бұл жағдайда. Және бірінші дегеніміз first, екінші реттік сан есімдерді жазып қоя салайық мына жерге. Бірінші деп отырғанымыз былай қысқартылады. First. Екінші second. Үшінші third. Төртінші fourth. Арғарай th жалғанады. Fifth. Алтыншы sixth. th. Жетінші seventh. Тура солай арға th жалғанады. Тек алғашқы үшеуі ғана ерекше, түбірі басқаша және басқа жалғау жалғанады. During his life, he made more than 5,000 photos of snowflakes. During all бойы немесе барысы, яғни өмірі бойы, өзінің өмірі бойы 5000-нан көп фото түсірген. Қардың 5000-нан астам фотосын жасаған. During. Бір мысал келтірсек те болады. During the day, күні бойы. Немесе during the meeting, жиналыс бойы. During бойы дейік. Немесе барысында. During the meeting. Жиналыс барысында немесе жиналыс бойы. His life, he made more than 5,000 photos. More than 5000-нан көп. Ал аз деген less болады. More көбірек, less азырақ. He also saw that all snowflakes are different. Ол сонымен қатар көрді. See өткен жағы so. Барлық қар ұлпалары әртүрлі екендігін. Барлық қарлар әртүрлі екендігін ол байқады, ол көрді. Also сонымен қатар. Also көру see'дің өткен жағы формасы. Так. Also. Сонымен қатар. Мұнда бір етістік жазған едік қой. Give-ке. Мына жақта жаздық, Так, мұнда жаза береш. Also, сосын see. Көру, so. Көрді өткен жақ, seen, үшінші формасы. Көру.
different. Бұнда да жаңа жазып қояйық. Әртүрлі, әрқилы, әрқалай. Менің кейбір студенттерім difficult пен different шатастырады. Difficult ол қиын. Different ол әртүрлі. Bentley called snowflakes ice flowers. Bentley бұл қарларды, қарылпаларын мұз гүлдері деп атаған. Call атау. Call хабарласу да болуы мүмкін және атау. Ice flowers. You can see his collection of photos in the Buffalo Museum of Science in the USA. Сіз оның фото коллекциялары немесе топтамасын Буффало ғылым мұражайында көре аласыз. ақш-тағы Буффало ғылым мұражайы. Буффало ол Нью-Йорк штатындағы қала. Онда science деген сөз жазып алайық. Science деп дыбысталады, Science емес, science емес, science. Science ол ғылым. Ал scientist ғалым. Science ғалым. Міне, you can see, сіз көре аласыз оның топтамасын, мына мұражайдан. Болды осымен басынан бастап бір оқып шығайық. The Snowflake Man. Wilson Bentley was born in America in February 1865. His parents were farmers. He liked snowflakes when he was a boy. When he was 15 years old, his mother gave him a microscope. He looked at the snowflakes through the microscope. He wanted to draw them, but it was very difficult to draw a snowflake because it melted very quickly. So he began to take photographs. It was difficult to get a good photo of a snowflake. He tried and tried and tried. Finally, after many experiments, Wilson Bentley photographed his first snowflake on the 15th of January, 1885. During his life, he made more than 5,000 photos of snowflakes. He also saw that all snowflakes are different. Bentley called snowflakes ice flowers. You can see his collection of photos in the Buffalo Museum of Science in the USA. Міне сонымен біз сіздермен мәтінді толықтай талдап тастадық. 20 шақты жаңа сөздерді жаздық және 1-2 грамматикалық конструкцияны қарастырдық. Егер осындай формат ұнаса, комментарийге жазыңыздар, тағы да мәтіндерді осылай талдасақ болады. Осындай жеңілдетілген, яғни бастапқы деңгейге бейімделген немесе жоғарғы деңгейге бейімделген мәтіндерді қарастырсақ болады. Немесе оригинал түрде жазылған, менде оригиналда 2 кітап бар. Біреусі The Return of Sherlock Holmes, яғни Sherlock Holmes жайында, екіншісі Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Dale Carnegie'дің кітабы үзіндісін қарастырсақ болады. Және ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, және келесі кездескенше. Bye!